Қайырлы кеш достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді окорочка жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге окорочканың, яғни тауықтың қанаты және тауықтың аяғы керек болады. Ең бірінші біз тауықтарды мариновать ету үшін бізге кетчуп, содан кейін майонезімізді қосып аламыз. Енді кезекте өздеріңіздің қалауларыңызша переціміз бен тұзымызды қосып араластырамыз. Міне біз барлығын бірге араластырып болдық. Енді кезекте біз тауықтарымызды сала бастаймыз. Міне біз барлық тауығымызды салып болдық. Барлығын бірге араластырып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Міне біздің тауықтарымыз жарты сағат тұрды. Енді кезекте біз оны ыдысымызға салып аламыз. Міне біз барлығын салып болдық. Енді кезекте біз бұны духовкаға 180-200 градусқа 1 сағатқа қойып аламыз. Міне біздің окорочкаларымыз пісті. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.